Салем достар. Бүгін біз вестибулярлық жүйенің оқу мен жазудың бұзылуымен байланысы туралы сөйлесетін боламыз. Қозғалу координациясы мен кеңістіктегі бағыт-бағдарда жауап беретін сезімтал жүйелердің бірі ол вестибулярлық жүйе болып саналады. Ол біздің ішкі құлақта орналасқан, оның негізгі қызметі гравитациялық өрісті қабылдау және бастың кеңістіктегі жағдайының өзгеруіне жауап береді. Вестибулярлық жүйемен проблема туындағанда қозғалыс координациясы бұзылысқа ұшырап, ол өз кезегінде дезориентацияға ауысады да, сөйтіп бастың айналуына себеп болады. Сонымен қатар, оқу мен жазу дағдыларының дамуының бұзылуына, вестибулярлық жүйенің бұзылуына әсері бар екенін әркім білмейді. Оқу мен жазу ол көз бен қолдың нақты координациясын талап етеді. Сондай-ақ ұзақ уақыт көзді бір нүктеде тоқтатып ұстау қажет болады. Вестибулярлық жүйесі бұзылған балаларда оқу жылдамдығының баяулауы жиі байқалады. Кітап парағын бағдарлауда да қиындықтар кездеседі. Кітап оқу кезінде тіпті сөйлем ішіндегі сөзді тастап кетуі де кездеседі. Олар сондай-ақ әріп пен сөзді жазуда қиындықтарға тап болады. Себебі қолды қалыпты жағдайда ұстау және оны бақылау қиынға соғады. Айта кету керек, вестибулярлық жүйедегі проблемаларды дер кезінде анықтау, олардың ерте емдеу, мектеп оқушыларының оқу мен жазу дағдыларының сәтті мүмкіндігін едәуір арттырады. Вестибулярлық жүйенің проблемаларымен байланысты оқу мен және жазу бұзылуы бар балаларға көмектесу үшін логопед Лен тобының мамандары аталған жүйенің жұмысын жақсартуға бағытталған белгілі бір жаттығулар мен машықтандырулар қолданады. Сонымен қатар, вестибулярлық жүйені ынталандыру үшін көз бен қолға әдейі арналған координациялық жаттығуларды енгізу керек. Олар бас айналысы, секіру, әткеншекте тербелу, бір аяқты теңестіру болып саналады. Осы системаға бағытталған басқа да жаттығулар кіруі мүмкін. Оқу мен жазудың бұзылуының әртүрлі себептері бар екенін ескеру маңызды. Ол вестибулярлық жүйенің ішіндегі проблемалары, олардың тек қана бірі ғана екенін білгеніңіз жөн. Сондықтан мұндай бұзылулары бар балаларды тиімді емдеу және оларға көмектесу үшін әр балаға жеке-жеке диагностика мен көзқарас қажет болады. Егер сіз балаңыздың оқу және жазу проблемаларын байқасаңыз, тұрақты сабақтары мәселені шешіп, өмір сапасын жақсарта алады.